Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бастауыш білім беру стандарты бойынша оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, білімнің мазмұнына қойылатын талаптар деп аталатын екінші тарауды шолуды жалғастырамыз. Бастауыш білім берудің мазмұны үш тілді білім беру саясаты шеңберінде іске асырылады. Мақсат көп тілді тұлғаны қалыптастыру, яғни қызметінде үш тілде диалог жүргізе алатын Қазақстанның азаматы. Үш тілді білім беру іс жүзінде мынандай жолдармен іске асырылады. Халықаралық стандарттарға сәйкес тілдің деңгейлік меңгерілуін қамтамасыз ету және сабақтан тыс жұмысты үш тілде ұйымдастыру. Тіл және әдебиет білім беру саласының мазмұны мына оқу пәндерінің аясында жүзеге асырылады. Сауат ашу, қазақ тілі. Қазақ тілінде оқытатын сыныптарда, русский язык, орыс тілінде оқытатын сыныптарда. Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін сыныптарда қазақ тілі, оқыту орыс тілінде жүргізілмейтін сыныптарда русский язык әдебиеттік оқу шет тілі жүргізіледі. Қазақстан аумағында көп қоныстанған этностар үшін қосымша өз ана тілі оқу пәні қосымша енеді. Этностарға арналған ана тілі оқу пәні үлгілік оқу жоспарының инварианттық компонентіне енеді. Қазақ тілінде оқытылатын оқушылар үшін әліппе оқулығы бойынша бірінші жартыжылдықта әліппеге дейінгі және әліппе кезеңдерінің міндеттері меңгеріледі. Әліппеден кейінгі кезеңнің міндеттері ана тілі оқулығымен екінші жартыжылдықта іске асады. Орыс тілінде оқытылатын оқушылар үшін де дәл осылай жүргізіледі. Тіл және әдебиет білім беру саласының пәндерінің мазмұнында мемлекеттік тіл туралы түсінік қалыптасып, сөйлеу әрекетінің төрт түрі бойынша дағдыларды дамытуға бағытталған коммуникативтік тәсіл айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылым қолданылады. Қазақ тілін немесе орыс тілін ана тілін оқыту тілі ретінде үйренуде әдеби мәтіндер қолданылады. Екінші тілді және үшінші тілді оқыту тілді деңгейлеп меңгеру арқылы іске асырылады. Математика және информатика білім беру саласына математика, цифрлық сауаттылық оқу пәндері кіреді. Математика және информатика білім беру саласының мазмұны білім алушыларда бастапқы математикалық білімді қалыптастыруға, ауызша және жазбаша есептеу алгоритмдерін игеруге, есептер шығарудың жалпы амалдарын, өлшем және есептеу дағдылары негізінде логикалық пайымдаулар түзе білу машықтарын дамытуға, актінің қарапайым құралдарын қолдану дағдыларын, ақпаратты іздеу, таңдау, жеткізу, объектілер мен процестерді жобалау, кестелермен, схемалармен, графикалармен және диаграммалармен жұмыс істеуде ең қарапайым әдістерді қолдану, интерпретациялау және деректерді беру машықтарын қалыптастыру қарастырылған. Жаратылыстану білім беру саласының мазмұны жаратылыстану оқу пәнінен тұрады. Жаратылыстану пәнінің мазмұны адам табиғат жүйесі шеңберінде ғылыми білімнің қарапайым деңгейін қамтыған. Бұл оқу пәні білім алушылардың табиғатты тануға деген қызығушылығын, зерттеу дағдыларын дамытуға, қоршаған ортаны ғылыми тұрғыдан түсініп, көре білуді қалыптастыруға бағытталған. Пәннің мазмұны қарапайымнан күрделіге, белгіліден белгісізге қарай принципі бойынша қарастырылған. Жанды және жансыз табиғаттың құбылыстары мен процестерінің өзара байланыстарының себебін ұғыну және түсіну, қоршаған ортаның көп түрлілігі мен күрделілігін саналы аңғару, білім алушылардың ой өрісін кеңейтуге бағытталған. Жаратылыстану оқу пәні білім берудің кейінгі деңгейлерінде дербес пән ретінде оқытылатын биология, физика, география, химия оқу пәндерінің пропедевтикалық негізі болып саналады. Адам және қоғам білім беру саласының мазмұнына дүниетану оқу пәні кіреді.
Адам және қоғам білім беру саласы пәндерінің мазмұны адам қоғам жүйесі шеңберінде кіріспе білімді қамтыған. Пәндердің мазмұны қоғамдық қатынастардың өткені мен бүгінін, олардың өзара байланысын, адамдардың отбасындағы, қоғамдағы өзара қарым-қатынасы, өз отанын, отбасын, жергілікті, өңірлік, ұлттық және жаһандық қауымдастықты ұғынып, сыйлап, құрметтеуге, қазақстандық қоғамның құндылықтары мен жалпы адамзаттық құндылықтарды түсінуге, әр білім алушының өзінің табиғи қабілеттері мен шығармашылық әлеуетінің көзін ашуына, өз халқының және басқа да халықтардың мәдениетіне деген құрмет сезімін дамытуға, өз қылығы үшін жеке басы жауапкершілігін ұғынуына, басқа адамдардың сезімдерін түсінуге және бірге бөлісуге, адам мен қоршаған ортаға деген ізгілік қатынасын тәрбиелеуге бағытталған. Технология және өнер білім беру саласының мазмұны музыка, көркем еңбек және бейнелеу өнері оқу пәндері арқылы беріледі. Технология және өнер білім беру саласы пәндерінің мазмұнында қоршаған ортаны біртұтас қабылдауды қалыптастыру, оны визуалды өнер мен музыка құралдары арқылы тану, бейнелеу өнерінің, қолөнер мен музыканың адам өміріндегі рөлі туралы алғашқы түсініктерді дамыту, қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы өнері, музыкалық салт дәстүрі мен әдет ғұрпы, әлемдегі басқа халықтардың өнеріне құрметпен қарау, өнердің алуан түріне адам өмірінің көрінісі ретінде адамгершілік, эстетикалық көзқарасын қалыптастыру, бастауыш мектеп білім алушыларының көркем және музыкалық шығармашылық дамуы көзделеді. Дене шынықтыру білім беру саласының мазмұны дене шынықтыру оқу пәнінде жүзеге асырылады. Дене шынықтыру пәнінің мазмұны физикалық қасиеттерді, жалпы дамыту жаттығуларын өз бетімен орындауға деген қызығушылықты дамытуға бағытталған. Саламатты өмір салт мәдениетін дарытуға, дене шынықтырудың адам өміріндегі рөлі туралы түсініктерді қалыптастыруға, спорт, қазақтың ұлттық спорт түрлері туралы ақпаратты өз бетімен таба білуге және оны өзінің денсаулығын нығайту үшін пайдалана білу дағдыларын қалыптастыруға, оқу, ойын және жарыс қызметі жағдайында құрбы құрдастармен қарым-қатынас жасау мәдениетінің машықтарын қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылар 1-4 сыныптарда өмір қауіпсіздігінің негіздері оқу курсын меңгеруге міндетті. Оқу курсының мазмұнын 1-4 сыныптарда дүниетану оқу пәнінің шеңберінде жылдық оқу жүктемесі 1-3 сыныптарда 6 сағаттан, 4 сыныпта 10 сағаттан бастауыш сынып мұғалімдері оқытады. Жолда жүру ережелері оқу курсының мазмұнын 1-4 сыныптарда әрбір сыныпта 6 сағаттан сынып сағаттары есебінен және сабақтан тыс уақытта сынып жетекшілері жылдық жұмыс жоспарында тақырыптары мен мерзімін көрсете отырып іске асырады. Білім беру ұйымдары білім беру қызметін алынған лицензияға сәйкес жүзеге асырады және оның қолданыста болу уақыты ескеріліп отырылады. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы 391 бұйрығымен бекітілген біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті реттейтін, растайтын құжаттар тізбесін сақтайды. Осымен оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, білімнің мазмұнына қойылатын талаптарды аяқтадық. Келесіде 3-ші тарау білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлеміне қойылатын талаптарға тоқталамыз.